сәлеметсіздер ме? Республикалық мен отанына мен бастамам атты сайысқа әкелген жобаның тақырыбы ұстаз жол әлеуметтік мұра. Орындаған 8 сынып оқушысы Болатбек Исахметов. Мен жоба мақсаттары мен отбасы сабақтастық құндылықтар мен мағыналар тақырыбы аясында ата-баба мұрасын дәріптеу, атам еңбек жолын үлгі ете отырып ұрпақтар сабақтастығын, отбасы құндылықтар және білім саласындағы маңызын көрсету. Міндеттері: отбасындағы құндылықтар мен тәрбиені ұрпақтан ұрпаққа беруін көрсету және де жеке тұлғаның қалыптасуына отбасының зор ықпал етуі. Ұстаз уақыт мен атам Кәрібай Берғали 1930 жылдың 10 қазанында дүниеге келген. Қазалы ауданы Сталин ауыл Советінде қазіргі Өзгел ауылында. Және 2015 жылы Тазар ауылында дүниеге өткен. Ерлік майданда ғана емес, тылда да жасалады. Кәрібай Берғали соғыс жылдарында 10 жасар бала болатын. Майданға кеткен әке ағаларын орнын тоқтатпай, егістік алқабында еңбек етіп, анасы мен қарындастарына азық-түлік жәрдемдескен. Және де соғыс ардагерлерін марапаттау кезінде де тыс қалдырмаған. Және мен осы футбол жасаған интеллектің көмегімен істедім. 1950 жылы Қожабақ ауылындағы мектепті бітіреді, және 1951 жылы Қызылордадағы Буыл атты математикалық сырттай оқуға түсіп, 1956 жылы бітіреді. Және де 1973 жылы Кәуге 8 жыл мектебіне мұғалім болып сайланады, және де 1973 жылы Тазар елді мекеніндегі нөмір 138 бастауыш мектептің коммунизм 8 жылдық болуына байланысты мектеп директоры болып сайланады, және осы мектептің жанынан шубан балаларына интернат ашылды, және де осы интернатта 40 бала тәрбиеленген. Мен атам менің отаншым. Мен атам осы соғыстан кейін көп медальдармен марапатталған. Және соның ішіне ең осы тыл ардагері және еңбек ері медальдары. Және мен атам осы сайысқа әкелген сыйлығым атамның бет-бейнесі. Және де осы бет-бейнесіндегі төсіне мен атамның медальдарын шынайылыққа бейімдеу үшін осының төс белгілерін тақтым. Және де осы атам жасыл интеллекттің көмегімен жас мұғалімдерге және оқушыларға өсиет айтады. Ассалаумағалейкум, жас әріптесім, болашақтың бағланы. Мен Кәрібай Берғалимын. Осы қасиетті қара шаңырақ мектептің табалдырығынан аттап, саналы ғұмырымды ұрпақ тәрбиесіне арнаған ардагер ұстазым. Менің бейнемнің осы мұғалімдер бөлмесінде орын алуы сендерге деген сенімім мен құрметімнің белгісі. Ұстаздық ету тек білім беру емес, болашағын тәрбиелеу. Сенің алдында отырған әр бала бір тағдыр, бір әлем. Сондықтан мына өсиетімді жадыңда ұста. Біріншіден, өз ісіңнің шебері бол. Мұғалім тоқтаусыз іздегенде ғана мұғалім болып қалады. Екіншіден, баланы жүрегіңмен сүй. Мейіріммен ашылмаған құл, махаббатпен бағытталған шәкірт болмайды. Үшіншіден, ұстаздың беделі оның парызында. Әр сөзің мен ісің шәкірттеріңе үлгі болсын. Бұл мұғалімдер бөлмесі біздің ортақ шаңырағымыз. Мұнда келешектің жоспары құрылып, үлкен мақсаттар бастау алады. Адамдарың құтты болсын, жемісті болсын, жас ұстаз. Және де мен атам асыл жазбалары. Мен атам жастайының қасына дос-жарғаларының өмір тарихын бір кітапқа түсіруге жастайының өз мақсат армандарына қосқан. және осы кітаптың редакторы ұлы жазушылардың бірі, және жан досының бірі жетіскен Мәкенәлі ағамыз. Тағылыматты кітапта мен атам Алтықолар Баласармай тақырыпта толық бет-бейнесі осы кітапқа енгізілген. Және де 2005 жылы Тұран Қазалы газетінде мен атам өз мақаласымен осы газетке шыққан. Мен бұл жерде атамды емен ағашын дүниеге ретінде алдым, ал балалар мен немерелердің бұтағы ретінде келтірдім. Емен ағаш секілді жыл сайын көркейіп жаңадан адам есімдері жазылады. Жыл өткен сайын атамның емен ағашы үлкейіп өсе түседі. Қызымен біргелгендерім Ерғали ағаның ізін болған ұрпақтарының саны, және де осы ұрпақтардың бүткіл еңбек өтілін қосқан кезде 306 жыл шықты. 2002 жылы мен атама мұғалім бөлмесі беріледі. Және осы суреттер мен атамның кабинетінің ішкі және сыртқы фотосуреттері. Мен осы сөзіме дәлел ретінде мен осы жобамды атамның кабинетінде қорғап тұрмын. Ал міне мектептің мұғалімдерінің жетістіктері, ал мына жерде педагогикалық кеңес өткізіледі. Ал мына сол бет жағында атамның өмір баяны, және оның бет жағында ұстаздың жеткен жетістіктері жазылған. Және қақ ортасында мен атамның суреті қойылған. Ал мен өз жобамды қорытындылай келе, ұстаздық жол тек білім берумен ғана шектелмейді, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын асыл мұра. Ұстаздың еңбегі арқылы адамгершілік, тәрбие, ұлттық құндылықтар мен өмірлік ұстанымдар қалыптасады. Отбасы мен мектептің тығыз байланысы ғана саналы, тәрбиелі білімді ұрпақ өсіруге негіз болады. Бүгінгі жас ұрпақ кешегі ұстаз еңбегінің жемісі, ал ертеңгі ел болашағы. Сондықтан ұстаз еңбегін бағалау, оның қалдырған рухани мұрасын жалғастыру баршамыздың ортақ міндетіміз. Ұстаз есімі мәңгі жүректе, біз оның мәңгі сақтаймыз. Мен жобамның ұсынысы нөмір 138 орта мектептің қалыптасуы мен білім беру ісіне сіңірген еңбегін өскелең ұрпақ тәрбиесіне қосқан зор үлесін ескере отырып, мектепке көрнекті ұстаз Кәрібай Берғали есімін беру ұсынылады. Бұл бастама жас ұрпақтың
мейіржандылыққа, ұстаз еңбегін қадірлеуге және тарихи тұлғаларды құрметтеуге ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет.